Баршаңызға сәлем. Бүгін өте керемет, дәмді болып шығатын тирамису дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқаның ағын сарысынан ажыратып аламыз, және де қантты екіге бөліп салып шығамыз. Жұмыртқаның ағын толықтай ағарғанша, өзінің формасын ұстап тұрғанша араластырамыз. Дәл осылай өзінің формасын ұстауы қажет. Одан соң жұмыртқаның сарысын толықтай қант еріп кеткенше араластырамыз. Осылай ағарып шығады. Енді жұмыртқаның ағын сарысына салып, екеуін біркелкі масса жасап шығарамыз. Астынан жоғарыға қарай араластыру қажет. Ал одан соң толықтай осылай біркелкі масса болып шыққаннан соң ұнға разрыхителді қосамыз, екеуін араластырамыз. Ұнды екіге бөліп салып, астынан жоғарыға қарай араластырамыз. Біркелкі болып араласуы қажет, ешқандай түйіршіктер болмауы керек. Осылай барлығын араластырып аламыз. Сонымен массамыз дайын. Енді кондитерлік мешокқа ауыстырамыз. Кондитерлік мешокқа салу міндетті емес, пакетке салып, формасын келтіріп жасауға да болады. Енді осылай формасын келтіріп шығамыз. Бұл жердегі насадканың номері 808. Барлығын осылай орналастырып болғаннан соң үстінен сахарный пудра сеуіп шығамыз. Бұл біздің печеньелеріміз формасынан кетіп қалмауы үшін қажет. 180 градуста 6-7 минут шамасында пісіреміз. Енді 2 қасық кофеге 2 қасық қант саламыз. Үстінен қайнап тұрған суды құйып араластырамыз. Толықтай суытып алу қажет. Бұған біз печеньелерді батыратын боламыз. Ал енді крем дайындаймыз. Ол үшін сливкиді бірінші араластырып аламыз. Кішкене ғана қоюлануы қажет. Дәл осындай болған кезде үстінен сахарный пудраны осылай ситадан өткізіп саламыз. Одан соң творожный сырды миксермен жақсылап түйіршіктері кеткенше араластырып аламыз. Енді творожный сырды сливкиміздің үстінен салып, сливки екеуін жақсылап араластырамыз қоюланғанша. Бізде біркелкі крем шығуы қажет. Міне креміміз біздің қоюланды. Дәл осындай болып шығуы қажет қоюлануы. Ал енді бұл кремді тағы да кондитерлік қапшыққа ауыстырып аламыз. Бұл да міндетті емес, қасықпен салсаңыз да болады. Ал енді печенькаларымызды жинайтын боламыз. Осылай бірінші форманың жанына жинап шығамыз, және де кофеге батырып, осылай астынан қоямыз, үстінен кремді саламыз, дәл осылай кезектестіріп, барлығын жинап шығамыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендей барлығын жасап шығамыз. Кофеге ұзақ батырудың қажеті жоқ, бір батырып алсаңыз болады, себебі печенье езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан тез-тез ғана осылай бір салып аламыз. Өзіңіздің қалауыңызша жинасаңыз болады. Дәл бұндай формада жинаудың қажеті жоқ, міндетті емес. Ал енді холодильникке 2 сағатқа салып қоямыз. 2 сағат өткеннен соң алып, жанын осылай лентамен байлап қоямыз. Одан соң үстінен какаоны сеуіп шығамыз. Какаоның качествосы жақсы болғаны жақсы, себебі дәміне әсер етеді. Одан соң біздің тортымызды, тирамисуды кесіп бере берсеңіз болады. Дәмі өте керемет болып шығады, нәзік болады, міндетті түрде жасап көріңіз, еш өкінбейсіз деп ойлаймын. Ас болсын. Егер де сізге видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.